Барлықтарыңызға сәлем, видео рецептер арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен тағы да бір пайдалы рецептпен бөліскім келіп тұр. Әсіресе үйде отырған аналар, жас қыз-келіншектер үшін таптырмас идеялардың бірі деп те айта аламын. Себебі осы видеоны арқылы үйде отырып кішігірім табысқа шығып, және де өз кәсіптеріңізді бастауларыңызға да болады. Сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар. Видео ұнаса, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Видео барысында сұрақтар туындаса, комментарий бөлімінде қалдырсаңыздар болады. Алдын ала барлық ингредиенттерімізді өлшеп дайындап алатын боламыз. Және де ыдысымызға жылы маргарин ерітілген, үстінен жылы сүт және де өлшеніп алған жылы суымызды құйып аламыз. Үстінен қант салып, қантымыз аздап ерігенге дейін араластырып алатын боламыз. Басқа бір ыдысымызға 2 шай қасықта дрожжымыз салып, үстінен қант салып, жылы су құйып, араластырып, дрожжамызды жылы жерге 3-4 минутқа қоямыз. Басқа бір ыдысымызға ұнымызды өлшеп аламыз. Ішін осылай ашып, жаңағы дайындап алған сұйық массамызды үстінен құятын боламыз. Және де үстінен дрожжымызды салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Артық ұн қоспаңыздар, осы ұн жеткілікті болады. Барлығын жақсылап араластырып, біркелкі массаға келтіріп, жұмсақ қамыр илеп алыңыздар. Осылай қамыр илеп алғаннан кейін, үстін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қоясыздар. Дайын болған қамырымызды бөліктерге бөліп, таразының көмегімен 300-310 грамда өлшеп, 6 бөлікке бөліп аламыз. Қамырларды бөлікке бөліп, өлшеп дайындап алғаннан кейін үстін жауып 5 минутқа тындырып аламыз.
Ішіне мен мында творожный масса мен вареный сгущенка пайдаландым. Және де тынған қамырларымызды 3 бөліктен бөліп, 2 түрлі начинкада печеньелерімізді дайындап аламыз. Қамырды осылай думалақ формада жайып аламыз. Және де осындай арнайы кескіштің көмегімен рогалики формасында кесіп аламыз қамырды. Және де ішіне вареный сгущенка салып, орап шығатын боламыз, видеода көрсетілгендей етіп. Үш қамырды да осылай вареный сгущенка салып орап, листтерімізге қойып, жылы жерге 5-10 минутқа көтерілуге қоямыз. Қалған 3 қамырды төртбұрышты формада жайып аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп жайып шығасыздар, және де арнайы кескіштің көмегімен кесіп, ішіне творожный массаны салып, орап шығасыздар.
Барлығын осылай кесіп дайындап алғаннан кейін үстіне жұмыртқамызды жағып, бетіне күнжіт сеуіп, 5-10 минут көтеріп алып қамырды, барлығын 180 градуста духовкада пісіріп алатын боламыз. Вареный сгущенка оралған қамырларға бетіне ештеңе жақпайсыздар, сол күйі духовкаға салып аласыздар. Мінекей біздің печенье дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер.